Сәлем достар, привет, друзья, мәрхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін мен сіздерге шашқа арналған спрей көрсетемін. Мен оны үнемі қолданамын. Бүріккіш үшін бізге қалампыр тұқымы қажет. Қалампыр эфир майы шаштың кез келген түріне жарайды. Спрей өте тиімді. Қалампыр шаштың түбінен ұшына дейін ылғалдандыратын, нәрлендіретін және қалпына келтіретін, терең жайландыратын әсер береді. Оны қолданғаннан кейін сіз бөлінген ұштарды ұмыта аласыз. Сондай-ақ шаштың табиғи жылтырынан ләззат алыңыз. Бізге бір ас қасық қалампыр тұқымы қажет болады. Тұқымға 400 мг су қосыңыз. Табаны алдымен күшті отқа қойып, қайнағаннан кейін отты азайтамыз. Босанғаннан кейін менің шашым қатты түсе бастады. Бұл спрей шашыма құтқарушы болды. Шаштың түсуіне, сонымен қатар жаңа шаштардың өсуіне арналған шынымен тиімді спрей. Төменгі дәрежеде тағы 5 минут қайнатып, оттан алыңыз. Қалампырдың пайдасы: шашқа жылтырлық береді, табиғи тығыздықты қалпына келтіруге көмектеседі, табиғи пигменттің жоғалуынан қорғайды, күнге күйіп қалу немесе шаштың ерте ағаруы, шаштың өсуін тездетеді. Қақпағын жауып суытыңыз. Шаштардың өсуіне арналған тиімді тұнба дайын. Бүріккіш бөтелкеге құйыңыз. Бұл спрей шашқа күн сайын 1 апта бойы қолданылады. Екінші аптада 1 күн демалып қолданыңыз. Үшінші аптадан бастап аптасына 3 рет қолданыңыз. Бұл спрейді еркектер мен әйелдер, сондай-ақ балаларға да қолдануға болады. Балаларды биттерден қорғау үшін көмектеседі. Спрейді қолданғаннан кейін бас терісіне жеңіл массаж жасаңыз. Спрейді таза шашқа себу керек, жақсырақ душтан кейін. Қолданғаннан кейін спрей жуылмайды, шашта кепкенше қалдырыңыз. Достар, менің видеоларымды жіберіп алмау үшін жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қалған қалампыр тұнбаны тоңазытқышта сақтаңыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, достар. Пока-пока, хоşça kal.